أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz 10-шы сабаққа келдік. Біздің 10-шы сабақта ең біріншіден диалогты береді бізге. Яғни Хамид және Мұхаммед деген екі жігіттің арасында диалог. Хамид айтады, мән әнтә дейді. Мән әнтә деген сен кімсің? Сіз кімсіз? Мән әнтә? Әна талибун бил джамиа. Мен университетте студентпін. Әнтә талибун жадидун? Сен жаңа студентсің бе? Нағам, я. Әна талибун жадидун. Мен жаңа студентпін. Мин әйна әнтә? Сен қайдансың? Әна минал хинд. Мен Үндістаннымын. Масмука? Сенің атың кім? Исми Мұхаммед. Менің есімім Мұхаммед дейді. Ва мән хазал фатал лази ма'ака. Сенің қасындағы бұл жігіт кім дейді? Яғни бұл сенің қасындағы жігіт кім? Хуа замили. Яғни менің группаласым. Ахуа айдон минал хинд. Ол да Үндістаннан ба? Ла, жоқ. Хуа минал ябан. Ол Жапониядан. Масмуху, оның аты кім? Исмуху Хамза. Оның есімі Хамза. Ма луғатука я Мұхаммед. Мұхаммед, сенің тілін қандай? Қандай тілде сөйлейсің деген мағынада. Луғати әл-урдия. Менің тілім урдуша дейді. Урду тілінде. Ахия луғатын сәхлі. Ол жеңіл тіл ме? Нағам. Хия луғатын сәхлі. Ол жеңіл тіл. Ва хамзату ма луғатуху. Және Хамза, оның тілі қандай? Луғатуху әл-ябания. Оның тілі жапондық. Ва хия луғатын сарбатун. Ол қиын ауыр тіл. Айна абука я Мұхаммед. Мұхаммед, сен әкең қайда? Әби филия Кувейт. Ол Кувейтте. Хуа табибун шахирун. Ол танымал дәрігер. Ва айна уммука. Ал сенің анаң қайда? Хия айдон фил Кувейт ма'аби. Ол анам әкеммен бірге, ол да Кувейтте. Хия мударрисатун хунака. Ол сол жақта мұғалім. Әзәхәбті иләл Кувейти я Мұхаммед. Мұхаммед, сен Кувейтке бардың ба? Нағам, зәхәбту. Я, мен бардым. Ва замилука айна абуху. Сенің группаласын, оның әкесі қайда? Абуху фил ябан. Оның әкесі Жапонияда. Хуа таджирун кабирун. Ол үлкен саудагер. Әләка ахун я Мұхаммед. Мұхаммед, сенің бауырың бар ма? Нағам. Ли ахун вахидун. Исмуху Усама. Менің бір бауырым бар, және оның есімі Усама. Ва хуа ма'i хуна фил Мадинатил Мунаввара. Ол осы нұрлы Мәдина қаласында менімен бірге. Ма'i, менімен бірге. Ва ли ухтун вахидатун исмуха Зайнаб. Яғни Зайнаб есімді менің бір қарындасым бар. Ва хия фил Ирақи ма'a заужиха. Ол күйеуімен бірге Иракта. Заужуха мухандис. Ал оның күйеуі инженер. Хамид деді, ағиндака сайяратун я ахи. Бауырым, сенде көлік бар ма? Ла, жоқ. Ма ағинди сайяра. Менде көлік жоқ. Тарақтан мә дегеніміз жоқ деген білдіреді. Ма ағинди. Яғни менде деген, менде жоқ деген мағына. Яғни менде көлік жоқ. Ғинди даррожатун. Менде велосипед бар. Хамза ва ғиндаху сайяра. Хамзада көлік бар. Машалла. Енді келесі жаттығулар орындайық. Келесі төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Диалог бойынша. Сенің атың кім? Өзіміз айтамыз. Қай жерден боласың? Тілін қандай?
әкең қайда, анаң қайда, бауырың бар ма, қарындасың, әпкең бар ма, көлік бар ма, иә, осының барлығына жазып шығамыз. Сосын мұхаммед қайдан болады, оның әкесі қайда деген секілді сол диалог бойынша жауап береміз. Жақсы. Мына жаққа дамирді қоямыз. Дамир дегеніміз осындай екі сөз, яғни ол сөздің, яғни ол дегенді білдіреді. Мысалға, хәзихи әлбинту толиба. Бұл қыз студент дедік. Исмуха болады. Исмуха. Мынау хә дегеніміз әйел тегіне қолданады. Исмуха дегеніміз бұл оның деген. Оның есімі Зейнеп. Оның есімі Зейнеп. Мұхаммед тобибун, Мұхаммед дәрігер. Ибнуху болады. Ибнуху. Мұхандис. Ху дегеніміз ол да оның деген мағынаны білдіреді, бірақ ер тегінде қолданады. Ер тегінде қолданады. Яғни Мұхаммедтің баласы инженер. Хәза роджулу тәжирун кабир. Бұл адам үлкен саудагер. Не болады? Исмуху. Абдулла. Оның есімі, Исмуху, оның есімі Абдулла. Аминату фил ғурфати. Амина бөлмеде. Ва уммуха болады. Уммуха. Ха дегеніміз осы Аминаға айтып жатыр. Аминаның анасы, яғни оның анасы филматбах. Ас үйде. Айшату табибатун. Айша дәрігер. Ва ухту қалай болады? Ва ухту ха. Ухту ха мумарридо. Оның қарындасы, оның деген мағына, оның қарындасы медбике. Хараджа Мұхаммеду минал фасли. Мұхаммед сыныптан шықты. Ва хараджа мағаху зами. Қалай ол? Замилуху. Онымен бірге группаласы да шықты деген мағына білдіреді. Бізден андай сұрақ бар. Ағиндака қолам. Яғни сенде қалам бар ма деген сөз ғой. Ағиндака қоламын, сенде қалам бар ма? Нағам, ғинди қоламын, менде қалам бар деген сөз. Ғинди дегеніміз менде бар деген білдіреді. Осы бір сөз екі мағынаны білдіреді. Бірінші менде, екінші бар деген білдіреді. Менде бар. Мысалы, ғинди сайяра. Менде көлік бар деген мағына білдіріп кетеді. Түсінікті? Ағиндака қолам, сенде қалам бар ма? Лә, мә ғинди қолам. Мә дегеніміз жоқ дегенде. Менде қалам жоқ. Тәммәл мә яли дейді. Төмендегі нәрселерді ойлам жауап бер. Бәйттім деген сөз бар, бәйт үй. Бәйти дегеніміз бұл менің үйім. Менің үйім. Бәйтука бұл сенің үйін. Бәйтуху дегеніміз оның үйі. Бәйтуха бұл да оның үйі. Бір айырмашылық қандай? Егер де көк, яғни ол ху болса, онда ер адамдық, ер адамдық. Бір ер адамның, оның үйі. Ал хә деген болса, онда әйел адамдікі, яғни қыз баландікі. Бәйтуха дегеніміз, яғни бір қыздың үйі деген білдіреді. Қыздың үйі. Жақсы. Келесі тапсырманы орындаймыз. Қоламун, хәза қолами. Яғни қалам, бұл менің қаламым. Хәза қоламука. Бұл сенің қаламын. Хәза қоламуху. Бұл оның қаламы. Хәза қоламуха. Бұл ол қыздың қаламы. Дәл осылай жазып шығамыз. Хәза
китаби, бұл менің кітабым. Хаза китабука, бұл сенің кітабың. Хаза китабуху, бұл оның кітабы. Хаза китабуха, бұл ол қыздың кітабы. Жақсы, осыларды барлығын ерінбей жазып шығамыз. Осыларды оқимыз. Ли дегеніміз менің немесе менде деген мағына, екеуін біреуін білдіреді. Ләка дегеніміз сенің немесе сенде. Ләху дегеніміз оның немесе ода. Бұл да екеуі бір мағына, бір әйел тегінде болады бұл, немесе ода. Мынау ер тегінде, мынау әйел тегінде. Мысалы, қалай оқимыз? Ли ухтун вахида. Менде, мысалға менің деп айтсақ та болады. Менің бір қарындасым бар. Менде бір қарындасым бар. Ол да болады. Әләка ахун, сенде бауыр бар ма? Яғни немесе сенің бауырың бар ма? Лә, жоқ. Мә ли ахун. Менде бауыр жоқ. Немесе менің бауырым жоқ. Ухти ләхә тифлун соғир. Менің әпкемнің кішкентай баласы бар. Ләхә дегеніміз не дедік? Оның, оның кішкентай баласы бар. Замили ләху ахун ва ухтун. Менің группаласым, оның ағасы және әпкесі бар. Жақсы, машалла. Так, мына жақта келесі. Нақулу, біз айтамыз, ғинди китаб. Менде кітап бар. Нақулу ли ахун. Яғни менің ағам бар. Ла нақулу ғинди ахун дейді. Яғни ғинди ахун деп айтпаймыз. Негізі бұлай қараса екеуі де ғинда деген бұл менде білдіреді ғой. Лида негізі менде деген білдіреді. Бірақ лиді осы адамзатқа, яғни адамдар қолданамызда, ғинди дегендерді мысалы жаны жоқ. Яғни жаны жоқ нәрселерге қолданамыз. Келесі бұл мәға. Мәға дегеніміз бұл бірге деген білдіреді. Бірге. Хоража Мұхаммедун маға Холидин. Хамид Холидпен бірге шықты. Өткен шақта шықты. Зәхәбәт табибу мағал мұхандис. Дәрігер инженермен бірге кетті. Джаласал мударрису мағал мудир. Мұғалім директормен бірге отырды. Мән мағака я Али, ей Али, сенің қасында кім? Мағи замили. Менмен бірге группаласым. Аминату мағаха заужуха. Амина онымен бірге күйеуі бар. Хоража әби минал байт. Әкем үйден шықты. Мән хоража мағаху. Әкеммен бірге кім шықты? Хоража мағаху амми. Онымен бірге көкем шықты. Амми дегеніміз бұл сіздің әкеңіздің ағайындылары. Яғни әкеңіздің ағасы немесе інісін айтамыз. Соны араб тілінде аммун дейді. Аммун. Көпше түрі әмәм. Яғни көкелер деген мағына. Келесі тапсырма. Бәйтун, бәйтука, бәйтуху, бәйтуха, бәйти. Түсінікті, үй, сенің үйін, ол адамның, яғни ху дегеніміз бір ер адамдікі. Ол ер адамның үйі, ол әйел адамның үйі, бәйти, менің үйім.
Осылай мына жақтың барлығын соған мән береміз, қалай қолданатындығын. Келесі әби уа умми фил бейт. Әкем және анам үйде. Менің әкем, әби дегеніміз менің әкем. Я сол менің деген білдіреді, я. Айна абука я Хамид. Ей Хамид, сенің әкең қайда? Зәһәбә иля суқ. Ол базарға кетті. Ахука табибун. Сенің ағаң дәрігер ме? Лә, жоқ. Хуа мударрисун. Ол мұғалім. Зайнабу фил Рияд. Зайнаб Риядта. Ахуха фит Таифи. Оның ағасы Таифта. Ва абуха фил Мадинат Мунаввара. Ал оның әкесі Мәдина, нұрлы Мәдинада, Мәдина қаласы, пайғамбарымыз алейхиссалам жатқан жер. Хаза талибу абуху вазир. Бұл студент, оның әкесі уәзір, яғни директордың орынбасары. Ва ахуху тәжирун кабир. Ал оның ағасы үлкен саудагер. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. Ағам мектепке кетті, әкем университетке кетті. Адам аттар берген. Мұхаммед, Халид, Хамид, Аббас, Махмуд, Хамза, Хамза емес. Толха, Усама, Муауия, Икрима. Басқан сахабалардың аттары, я. Сол аттарды жазамыз. Мына жақта қарасақ, алдыңғы қатарда барлығында тәнвиндері бар. Екінші қатарда тәнвиндер жоқ. Не деген сөз? Тәмарбота тұрса, тәнвин болмайды екен. Адамның атына, ер адам атында. Мысалға, мына жақта Халидун, Хамза, Ту болады. Тәмарбота емес, е? Осы орындап шығамыз. Мына жақта жаңа сөздер берген. Зәмил дегеніміз бұл группалас, бірге оқитын досын. Зәуж дегеніміз бұл күйеу. Уахид дегеніміз бір. Фәта дегеніміз жас жігітті айтады. Маға деген бірге дедік. Тифл дегеніміз бұл бала. Кувейт дегеніміз Кувейт, кәдімгі мемлекет бұл, Кувейт деген мемлекет. Аллуға дегеніміз тіл дедік, тіл. Машалла. Келесі сабақта жалғастырамыз. 11-ші сабақта. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.